Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымда осындай майға қуырылған тұшпаралардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен біз салмасын дайындап алуымыз керек. Картопты жуып, суға пісіріп алатын боламыз. Және артық суын төгіп тастағаннан кейін, піскеннен кейін сармай салып, жақсылап езетін боламыз. Пюре жасауымыз керек. Және осы пюремізді салқындатып қоятын боламыз. Және бұл жерде дәміне қарай тұз салыңыздар. Видеода көрінбей қалған екен. Енді біз қамырын егетін боламыз. Ұнға 1 жұмыртқа, қопсытқыш және жылы суымызға тұз салып, жақсылап ерітіп алатын боламыз. Және осы еріген суымыздың аз мөлшерін ұнға құйып, және сұйық май құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды толықтай илеп болғаннан кейін 10-15 минут тындырып қоятын боламыз. Және тынған қамырымызды тағы да бір рет илеп қоюымыз керек. Ол бір тегіс болып жайылу үшін жақсылап тындырып алуымыз керек. Мінекей салмамыз дайын. Бұл салқындағанша жаңағы тынып тұрған қамырымызды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Қолымызбен, оқтаумен жайған кезде қамырдың ортасына көп салмақ түсірмей, екі шетін ғана басып жайғандарыңыз дұрыс. Сонда ортасы жұқарып, шет-шеті қалың болмай тегіс жайылатын болады. Мінекей қамырымызды толықтай жайып алатын боламыз. Және соңғы жайғанымызда аз ғана ұн сеуіп жайып шығатын боламыз. Сонан кейін бірінің үстіне бірін қаптап, осылай дәл пельменге кескендей етіп, қамырымызды 4 бұрыш етіп кесіп алатын боламыз. Мінекей толықтай кесіліп дайындап алдым қамырларымды және дастарханға жайып, енді осы салқындап тұрған картоптарын ортасына салып шығатын боламыз. Өте көп емес, сыртына шығып кетпейтіндей етіп, аз мөлшерде салып, осылай дәл видеода етіп түйіп шығыңыздар толықтай. Мен барлық қамырларды жайып, кесіп, толығымен түйіп алдым. Және қызып тұрған майда осы тұшпараларды енді қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Өте тез піседі, өйткені ішіндегі салмасы толықтай піскен, сондықтан тек қамыры ғана сарғайып, қызарып піссе болғаны. Өте тез дайындалады. Және өте дәмді. Дастарханға қонақ шақырғанда самсаның қасына қойсаңыздар, міндетті түрде желініп кетеді. Осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Және сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Біздің отбасымызға ұнады. Сондықтан сіздермен рецептімен бөлісіп жатырмын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.